Сейілбек Шохаманов атындағы нөмірі 9 дарынды балаларға арналған облыстық білім инновация лицей-интернаты еліміздегі сапалы білім беруімен аты шыққан білім инновация лицейлері желісіне кіретін оқу орны. Жалпы лицей желісі отандық білім жүйесіне жаңашылдық әкелген, зор жетістіктермен танылған ең үздік мектептер қатарында. Бұл лицейлердің оқыту әдістемесі өзгеше. Олар Қазақстанда алғаш болып 3 тілде оқыту моделін енгізген еді. Яғни қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде сапалы білім беріп қана қоймай, оқу бағдарламасына халықаралық тәжірибені ұштастырды. Оқу үдерісі оқушыларға терең академиялық білім берумен қатар ұлттық және адамгершілік құндылықтарды сіңіруге бағытталған. Лицей желісінің оқушылары республикалық және халықаралық пән олимпиадалары мен ғылыми сайыстарда жалпы саны 30 мыңға жуық медаль жеңіп алып, еліміздің білім беру тарихында теңдессіз рекорд орнатты. Мұндай жоғары нәтижелерге қол жеткізу арқылы бұл жүйе Қазақстанның атын әлемге танытты деуге болады. Бүгінде білім инновация лицейлерінің түлектері әлемнің жетекші университеттерінде білім жалғастырып, әйгілі компанияларда қызмет етуде. Еліміздегі және шетелдегі ғылым, білім, технология салаларына үлес қосып жүр. Осындай озық білім ордасының бірі Қызылорда қаласындағы Сейілбек Шохаманов атындағы нөмірі 9 дарынды балаларға арналған білім инновация лицей-интернаты. Бүгінгі технотренд бағдарламасының қонағы лицей директоры Абайбек Сәрсенбеков. Қайырлы күн, Абайбек мырза, сіз жетекшілік етіп отырған Сейілбек Шохаманов атындағы нөмірі 9 білім инновация лицейінің еліміздегі үздік білім беру ордаларының бірі. Алдымен лицейдің басты ерекшелігі туралы сұрасақ, сіздің жетекшілігіңізбен бұл оқу орны қандай бағыттарға басымдық беріп отыр және өзгелерден даралап тұрған артықшылықтары қандай? Қайырлы күн, біздің мектеп жалпы жаратылыстану бағытында, әсіресе биология, химия, информатика, математика, физика пәндерін тереңдетіп оқытады, біріншіден. Екіншіден, ағылшын тілін тереңдетіп оқытады. Басымдықтар осылар. Біз енді Қазақстан бойынша 40-тан аса білім инновация лицейлер болса, солардың осы бағытта барлық жұмыс жасайды. Биылғы енді алып отырған бағытымыз жаңадан біз IB деген халықаралық бакалавриат деген бағдарламаға өтіп жатырмыз. Ол осы 40-тан аса білім инновация лицейлерінің ішіндегі таңдаулы ғана мектептер өтеді. Білім инновация лицейі болса да, биылғы басым бағытымыз сол болып тұр. Оқушыларды пәндік олимпиадаларға дайындау бағытында лицейде қандай ерекше әдістер мен тәсілдер қолданылады? Біріншіден бізде оқушыларымыз өзі таңдалып келгеннен кейін осы оқуға, олимпиадаға бағытталған оқушылар. Екіншіден, оқушылар өзін өзі дайындайды, яғни үлкен сыныптар кіші сыныптарға тақырыптар түсіндіреді, бірге дайындалады. Үшіншіден, бұл тек қана мұғалімдердің болмаса оқушылардың жетістігі емес, бізде ата-аналар қауымдастығы бар, сосын түлектер қауымдастығы бар. Мысалы, біз сол олимпиадаға ерекше дайындайтын дүниежүзілік халықаралық олимпиадалар жүлделі орын алып жүрген түлектеріміз келіп атсалысады және қаржылай да олар көмек береді. Өйткені балаларымыз оқыту, жаттығу жиындарына барған кезде қаржылай көмекпен түлектеріміз әрқашан бізді қолдап отырады. Дарынды шәкірттерді шыңдау жолында сіз қандай тәжірибеге сүйенесіздер? Шыңдау сол әсіресе халықаралық бакалавриатқа өтіп жатырмыз ғой, сол бағытта ағылшын тілін тереңдетіп оқытуға атсалысамыз. Содан кейін IELTS бізде 10-11 сыныптар сол IELTS-ға бағытталған бағдарламамен сабақ өтеді және сол арқылы тілдерін жетілдіреді. Ал 7, 8, 9 сыныптарда бізде CAT және PET деген Кембридж ағылшынша тереңдетіп оқыту бағдарламасының бағытын ұстанамыз. Лицей түлектері халықаралық олимпиадалардан, әлемдік додалардан жиі жүлде әкеліп жүр. Бұл жетістіктің артында қандай дайындық жүйесі жатыр? Біз енді соңғы жалпы дарын орталығы олимпиадаға қатысты жылда 2000 мектептің ішінде 100 үздік мектеп деген рейтинг шығарады. Соның біз бірінші 10-дықта жүрміз қазіргі таңда. Бұның артында көбінесе біздің сол соңғы 3 жылда біз дүниежүзілік олимпиадаға бала қатыстырып отырмыз қатарынан. Бұл әр мектеп үшін өте үлкен үздік нәтиже деп айта аламыз. Жаңағы өзіміз үздік
шәкірттеріміз шақыртамыз, және сол дарынның, сосын осы білім инновация қорының ұйымдастырған оқу жаттығу жиындарына көбірек барамыз. Сол жерде балалар әлі тәжірибе алмасқан болады, әрі сол өзінің оқуларын нақтылаған болады. Соңғы жылдары білім беру саласында көптеген өзгерістер болып жатыр. Әсіресе осы жақында мемлекет басшысының жолдауында жасанды интеллектке басымдылық беру туралы айтылған. Әсіресе жасанды интеллектті оқу үдерісіне енгізу туралы жиі айтылуда. Сіздің ойыңызша жиі білім беруге қандай әсер етеді? Жалпы осы бағыттағы жаңашылдыққа көзқарасыңыз қандай? Жасанды интеллект қолдану, жаңағы қолданыс барысы бәрі жақсы, бірақ енді оның кішкене балаларға кері әсері де бар деп ойлаймын. Мысалы, берілген тапсырманы сол жасанды интеллект арқылы жауап алу, есептерін шығарып алу, болмаса ең қарапайым нәрсе мәтінді жаздыру деген сияқты. Бірақ біз мына IB халықаралық бакалавриат бағдарламасын өткен кезде ол жерде белгілі дағдылар бар. Яғни нәтиже маңызды, әрине, бірақ процесс маңызды. Сол кездегі бала осы бағдарламаны игеру арқылы сыни тұрғысынан ойлау, академиялық адалдық деп атырмыз, сосын сондай дағдыларды қалыптастырады. Сол кезде жасанды интеллекттің тек қана жақсы жақтарын қолданады деген ойдамыз. Өйткені баланың сол бағдарламаның үдерісінде өзіне жақсы дағдылар қалыптастырады және жасанды интеллектті жақсы қолданады деген ойдамыз. Енді мемлекет ретінде президентіміздің жолдауында да айтып жатыр, жаңа цифрлық бөлек министрлік ашылады деп жатыр. Біздің бағытымыз да сол жаратылыстану бағытындағы балаларды жетілдіру, соларды дамыту. Болашақта егер ол пән ретінде оқытылса, бізде сол бағытта көп жұмыстанамыз деген ойдамын. Қазақстанның болашақ дамуына үлес қоса алатын жаңа буын мамандарын тәрбиелеу үшін қандай бағыттарға басымдылық беру қажет деп ойлайсыз? Оны енді мемлекетіміз белгілеп бер деп айта аламын. Өйткені адал ұрпақ деген қазір біртұтас тәрбие бағдарламасы қалыптасты. Біздің енді жалпы білім инновация лицейлері 30 жыл тәжірибесінде өзінің тәрбие жүйесі қалыптасқан, құндылықтарға негізделген білім деген ол қазір басқа мектептерге де министрлік арқылы ұсынылып жатыр. Енді академиялық жағынан жаңағы халықаралық тәжірибелерді біз қолдану керекпіз деп ойлаймын. Мысалы, биылғы біздің сол IB бағдарламасы өтуіміздің нәтижесі сол. Өйткені біз оны 1-2 жылда келе салған жоқпыз. Соңғы 10 жылда зерттедік, қандай академиялық басымдықтар беру керекпіз. Балаларды жаңағы Европадан, басқа да дамыған елдерден қалып қоймау үшін біз академиялық жағынан сондай бағдарламаларды енгізу керекпіз деп ойлаймын. Сол кезде жаңағы адал ұрпақ біртұтас тәрбие жағын нақтыласа, академиялық жағынан біз де басқа да дамыған елдердің қатарындағы мықты тұлға қалыптастырамыз деген ойдамын. Болашаққа жоспарларыңыз қандай? Лицейдің даму бағытында қандай жаңа жобалар мен мақсаттарды алға қойып отырсыз? Жаңағы айтып кеткендей, IB бағдарламасы ол 1 жылда өте қоятын нәрсе емес, оның өзінің 9 кезеңі бар. Ол 2 жылда нақтыланады. Өйткені халықаралық ұйым болғаннан кейін сізді 2 жыл бойы нақты осы мұғалім құрамыңыз, оқушыларыңыздың деңгейі, сосын жалпы әкімшілік құрам қаншалықты оны игере алады, қаншалықты оны қабылдай алады, өздері бір сүзбеден өткізеді. Содан кейін сол бағытта сізге ресми түрде осы IB бағдарламасы арқылы бағдарлама сабақ өте алады, білім бере алады деген сертификат береді. Негізгі жоспарымыз алдыңғы 2 жылға осы IB бағдарламасы толықтай игеру, сол бағытта жұмыс жасау. Өйткені бұны әсіресе бұл жерде біз білім басқармасына алғысымызды білдіреміз. Өйткені бұл бағдарлама көбінесе жекеменшік мектептерде ақылы түрде беріледі халыққа. Ал біз бірден ұсынғаннан кейін басқарма басшысы Асқарбек Темірбекұлы осыны қолдап, қаржы жағынан да, жалпы бағыт жағынан да қолдап отыр. Сондықтан алдымыздағы негізгі мақсатымыз осы IB бағдарламасын толықтай игеріп жүзеге асыру. Абайбек мырза, уақыт бөліп бағдарлама қонағы болғаныңызға шынайы алғысымызды білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға табыс, оқушыларыңызға толағай жетістіктер тілейміз. Көп рахмет. Рахмет сіздерге.